Бүгін Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің бас прокурорларының 20-шы отырысы өтті. Оған 7 елдің, атап айтқанда Қытай Халық Республикасының, Пакистан, Үндістан, Қырғыз Республикасының, Ресей Федерациясының, Тәжікстан және Өзбекстан республикаларының бас прокурорларының бірінші басшылары қатысты. Отырысты ашқан Қазақстан бас прокурор Берік Асылов осы Біріккен ұлттар ұйымының бағалауы бойынша жыл сайын әлемдік ауқымда шамамен 2 триллион доллар жылы сатылатын атап өтті. Дамушы елдерден заңсыз капиталды кетуінің жылдық көлемі шамамен 1 триллион долларды құрайды екен. Осыған байланысты кездесудің басты тақырыбы елден заңсыз шығарылған қаражатты қайтару бойынша тәжірибені алмасу болды. Өз сөзінде бас прокурор шетелдік әріптестермен Қазақстанның осы қылмыстық капиталды репатриациялау тәжірибесімен бөлісті. Атап айтқанда Қазақстанда құқықтық көмек туралы сұрау салудың бірыңғай стандарттары әзірленді. Онда Евроодақ, ақш, оңтүстік шығыс Азия елдерінің талаптары толығымен ескерілген. Біріккен ұлттар ұйымының есірткі және қылмыс басқармасы арқылы Европа және Азиядағы активтерді қайтару бойынша деректер алмасу желілеріне қосылуға да қол жеткізілді. Қылмыстық құқықтық салада 33 юрисдикциямен көмек туралы сотталған адамдарды беру туралы 72 жақты шарт жасалды. Ағымдағы бұл бағыттағы жұмыс жаңа неғұрлым бір жоғары деңгейге көтерілген айтып өту қажет. Осы мақсаттар үшін бұрын соңды болмаған ұйымдастырылық және құқықтық шаралар қабылданды. Ең алдымен мемлекет басшысы өзінің жарлығымен экономикалық ресурстарды заңсыз шоғырландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ведомстволық комиссия құрды. Комиссия жұмысының соңғы бірнеше айында ғана мемлекетке 500 миллиардтан теңгеден астам сомадағы активтер қайтарылды. Осы және басқа да мәселелер Шанхай ынтымақтастық ұйымының отырысында егжей-тегжей талқыланды. Отырыстың қорытындысы бойынша бас прокуратура басшылары одан әрі өзара іс-қимыл және озық тәжірибе алмасу жөніндегі басым міндеттерді айқындайтын отырыс хаттамасына қол қойды. Делегаттар ұрланған активтерді қайтару мәселесінде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің құқық қорғау органдарының әріптестігін арттыру қажеттілігі туралы ортақ пікірге келді. Ендігіде осы 2023 жылы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің бас прокурорлардың 21-ші отырысы өткізілетін келесі ел Қытай ұлттық республикасы болып белгіленді.